Ата әже, бүгін дастархан ерекше жайылды ғой, үйге қонақ келеді ма? Бүгін ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі балам. Наурыз мерекесі тоқшылықтың белгісі. Сондықтан да әр шаңырақта қазан оттан түспейді. Осындай дастархан жайылып тұрады. Наурыз мерекесінде Самарханның көк тасы желбіреп, жібіп, ренжіскен адамдар бір-бірімен татуласатын сондай берекелі де мереке болады. Балам, бұл күні біздің халқымыз ренішті, өкпе ренішті ұмытып, әр үйде ойын сауық береке болады дейді. Онда Наурыз келді дейсіздер, қар басып жатыр ғой таудың бәрін. Бұл қар Наурызша деп аталады ескіше. Бұл қар өзі үлпілдек болады. Тез еріп, тез жауып, тез еритін қар. Сондықтан да көктемнің шуақты қары осы қармен жылдың басы басталады шырағым. Ұлыстың ұлы күнінде Наурыз мерекесінде Наурыз көже әзірледім. Сол Наурыз көжеден дәм татыңыздар. Бұл Наурыз көжеге шырағым 7 түрлі дәм қосады. Бұл Наурыз көжені ішсе тоқ боласың бір жыл бойы. Наурыз көжені ішсең жасыңа жас қосылады дейді. Деп ырымдайды екен халқымыз. Бұл Наурыз көжеден тойып тұрып іше ғой балам. Немерім. Келе ғой. Астан алып отырыңдар шырақтарым. Жеңге, бүгінгі мынау Наурыз көжеңіз ерекше ғой дәмі. Ішіне не қостыңыз? Бұл қазақта 7 деген сан киелі. Сол 7 түрлі дәмнен жасалатын Наурыз көже деп аталады. Бұның ішінде сүрленген етіміз, қатығымыз, нанымыз, бидайымыз және жүгеріміз, су, тұз болады. Қазақ халқында әрбір шаңырақта Наурыз күні оттан түспейді. Тоқшылық болсын, молшылық болсын деген ниетте қайным. Ата әже, Наурыз құтты болсын, ұлыс оң болсын, 4 түлік ақты болсын. Бүгінгі Наурыз мерекесіне орай мен сіздерге бел көтерер әзірлеп әкелдім. Ой, айналайын, қолыңа дерт бермесін, рахмет шырағым. Жеңеше, бел көтерер деген не мағына білдіреді ол? Бел көтерер деген тіске жұмсақ болатындай сары май, жент, ірімшік, бал қосып дайындалатын ас. Ал енді балаларым, осы бел көтерерден ауыз тиіңдер. Бұл үлкен кісілерге, көбінесе үлкен кісілерге арнап жасалатын ас. Үлкен кісілердің тісі болмайды ғой. Сондықтан кішкене жегенде жұмсақ, ауызға татымды бал қосылып жасалатын асымыздың бірі. Біздің көнеден бері келе жатқан, ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық тағамымыздың бірі болып саналады. Ал енді ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Бұл күні саумалық айтады. Саумалық. Ескі жыл есіркей кет, жаңа жыл жарылқай кел. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын дейді екен халқымыз. Әже, саумалық деген не мағына білдіреді? Жеңгеміз ыдысты неге сындырды онда? Шырағым, бұл саумалық дегеніміз адамдардың қуанышты көңілмен жаңа жылға енуі. Бұл жаңа жылда саумалық айтып, жақсы тілектер тілейді. Жаңағы жеңгеңнің сындырған ыдысы ескі жылда болған жаңағы қайғы қасіреттің, жаманшылықтың, өкпен реніштің барлығы осы шынының сынығымен бірге кетсін деген ырым қарағым. Бүгін сіздерге көп сұрақ қойып, мазаларыңызды алдым ау деймін. Бірақ та көп сұрақтың жауабын таптым. Өзіме көп нәрсе үйрендім. Қазақтың ырымдары Наурыз мейрамы өте жақсы мейрам екен, соны түсіндім. Шал, бүгін ұлыстың ұлы күні. Сен мынау дастарханға бір батаңды беріп жер. Әумин, өркенің өссін. Айың тусын оңынан, жылдызың тусын соңынан.
Улус оң болсын, ақ мол болсын, улус береке берсін, бәле жала жерге енсін. Әумин.